Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге хит болған хрустящий баклажан салатының жасалу жолын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ең алдымен баклажандарымызды сыртын ашып дайындап аламыз. Сыртын ашпасаңыздар да болады, мен аштым. Және төртке бөліп осындай кубиктап, ірі емес, аса кішкентай емес, орташа кубиктап турап аламыз. Мен шағын 4 баклажан қолдандым. Осыдан 2 порция шықты менде. Турап алғаннан кейін осылай шай қасықпен 1 шай қасық тұз салып 15-20 минутқа қалдырамыз. Баклажанның уы шығып, осылай суын төгіп тастаймыз. Енді жақсылап кептіріп алып, бір жарым ас қасықтай кукурузный крахмал қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл баклажанның хрустящий болуы осы крахмалға байланысты. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып, жаңағы крахмалға аунатқан баклажандарымызды 2 шеті қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған баклажандарымызды салфетканың үстіне салып, майынан сорғытып аламыз. Баклажандарымызды осылай аз-аздан салып қуырғандарыңыз жақсы. Неге біздің баклажандарымыз хрустящий болып қуырылды. Келесі кезекте салатымызды жинайтын боламыз. Қызанақтарымызды да осылай 4-5 етіп турап аламыз. Баклажанның көлемінде етіп 1 келкі қып. Болмаса черри помидор қоссаңыздар да болады, ортасынан бөліп. Мен қызанақтың өзін қостым. Және салат жапырағын қостым. Салат жапырағы жоқ болған жағдайда зелен қоссаңыздар да болады. Қаламасаңыз қоспай істеуге де болады. Енді мынада соусым түспей қапты. Мен готовый чим-чим соусын қолдандым. Барлығын жақсылап араластырып, тарелкамызға саламыз.
және де мынандай фетакса сырын қолдандым мен. Бетіне кубиктап оны да қоссаңыздар болады, өз қалауларыңызша. Міндетті емес, қоспасаңыздар да. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.